Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осы гүлдеріміздің өсуіне көмектесетін тиімді 3 тамаша сыры туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге менен көптеген көрермендерім сұрап жатады. Дүкеннен әдемі гүлді сатып аламыз. Үйге келгеннен кейін 3-4 күннен кейін ол өзі гүл жапырақтары сарғайып, және де біреулері өліп қалады деп. Жапырақтары сарғаюының, гүлдеріміздің өліп қалуының түрлі себептері бар. Біздің гүлдеріміздің өсуінің 3 түрлі қағидасы бар. Осы 3 түрлі қағидасын дұрыс орындасақ, гүлдеріміз жақсы болып өсетін болады. Бұнда гүлдерімізге жақсы су құю, жақсы топырақ таңдау, және де осы гүлдерімізді қоятын жақсы орнын таңдауымыз керек. Біз гүлдеріміздің бәрін бір жерге жайластырып, бір уақытта су құямыз гүлдерімізге. Мысалы үшін мына Сансибирия гүлі, бұған айына бір су құюымыз керек. Бұл гүлді жарық емес көлеңке жерге қойсақ та, бұл гүліміз өсе береді. Бұл гүліміз күтімді қажет етпегендіктен, бұл гүлді барлық гүл өсірушілер өсіре алады. Бір гүлдеріміз жарықты жақсы көрсе, бір гүлдеріміз көлеңкеде тұрса да өсе береді. Мысалы, міне әйел бақыты гүлі жарықта жақсы өседі, бірақ күннің көзінен қорғауымыз керек. Сонымен айтатынымыз, гүлдеріміздің әрқайсысын әртүрлі топыраққа отырғызуымыз керек. Осы әйел бақыты гүлінің топырағы жеңіл топырақта өседі. Су тез сіңіп кетеді сол жеңіл топыраққа. Фикус міне, менде фикустар мінекей жаңадан жапырақтар шығарып жатырыпты. Фикустың өзіне арналған топырағы бар. Фикустың топырағы болмаған жағдайда теравита топырағына өзіне керекті топырақтарды араластырып егетін боламыз. Осылай гүлімізді сіліккенде жапырақтары түспесе, онда гүліміз жақсы өсіп жатырғаны. Осы доллар гүлі бұл ауыр топырақта өседі, және тасты топырақта өсетін болады. Доллар гүлінде айына бір рет суарамыз. Сондықтан да гүлдерімізді суарған уақытта бәрін бір уақытта суаруға болмайды. Біз көбіне қателесетініміз, гүлге су құйған кезде барлық гүлге бірдей қылып су құйып шығамыз. Әйел бақыты гүлі суды жақсы көргенменен, оған да қыс айларында суды аз-аздан беруіміз керек. Осы доллар гүліне өзіне керекті тыңайтқышын айына беріп тұрсақ, бұл доллар гүліміз осындай жақсы болып өсіп, арасынан жақсы отросткілер шығара береді. Біз гүлді еккен кезімізде ең бірінші қателесетініміз, горшокты жақсы таңдамаймыз. Біз гүлімізге көбіне үлкен горшок таңдаймыз. Үлкен горшок таңдаған кезде, сол гүліміздің тамырына өзінің күшін береді, тамыр өсіп кетеді, жоғары жағы өспей қалады. Гүлімізді ауыстырған сайын өзінен 2 сантиметрдей үлкен горшокқа ауыстыруымыз керек. Менде осы әйел бақыты қазір шөлдеп тұрыпты. Шөлдеп тұрған жағдайда осы жапырақтарын төменге қарай салбыратады. Менде осы Сансибирия гүлі ғой, енді осыны келесіде осыдан азғантай ғана үлкендеу горшокқа отырғызатын боламын. Осындай Сансибирия доллар гүлдерін қыс айларында астынан суарамыз. Астынан суарамыз дегеніміз, тарелкасына су құямыз. Тамыры өзіне керекті суды ішіп алатын болады. Жоғарысынан суды құя берсек, көбіне картошкалары шіріп, тамырлары шіріп кететін болады. Гүлдеріміздің топырағы жақсы құрғаған кезде суды құюымыз керек. Топырағының құрғағанын қолымыздың салып көрсек те болады. Болмаса сушидің палшықлері бар ғой, жемей тастаған. Соны әрбір гүлге тығып қойсақ, құрғағанын сол сушидің палшықсы арқылы да көріп отыруға болады. Осы гүлдерімізді дүкеннен алғаш сатып әкелген уақытта телефонымызда Google-ге кіріп қарап, мысалы доллар гүлін әкелсек, доллар деп жазсақ, доллардың қандай топыраққа отырғызатыны, қалай суаратыны, қандай жерге қоятыны, нені жақсы көреді, нені жаман көреді, сол Google-да барлығы жазылып тұрады. Сонымен горшокты қалай таңдаймыз, сол да бәрі жазылады. Осы видео барлықтарыңа пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.